Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Медициналық курстың 2-ші томы, 19-ші сабақ. Ад-дарсу таси'a ашара. Амр мен Айюбтың арасында диалог берілген. Әдеттегідей видеоны пауза басып бір сөйлемнен оқып аударып отырасыз, кейін жалғастырып тексеріп отырасыз. أرجو أن تشتري لي هذا الكتاب من الهند عندما تذهب إلى هناك في عطلة الصيف. дейді Амр. Маған, ли мына кітапты Үндістаннан иля хунака, ол жаққа жазғы демалыста барған кезінде сатып алып беруіңді өтінемін. Индама кезінде. Иннаху биллуғатил урдияти, расында ол урду тілінде. Вама ваджаттуху фил мактабати хуна, мен оны осында кітапханаларда таппадым. Ана асифун, кешірім сұраймын, өкпелеймін, қапалаймын деген мағынада. Инни лан азхаба илал хинди фи утлати сайфи, мен жазғы демалыста Үндістанға бармаймын. Уриду ан азхаба иля Бағдада ли азура халия аллази я'малу фи сифарати ал-хинди хунака. Мен Бағдадқа, онда Үндістанның елшілігінде жұмыс жасайтын нағашы ағама, немесе нағашы көкеме барғым келеді. Немесе нағашы көкемді зиярат ету үшін Бағдад қаласына барғым келеді. Ва ихватука, ал сенің бауырларың, ала язхабуна илал хинди, олар Үндістанға бармайды ма? Наам, хум айдон лан язхабу хазал ама. Олар да осы жылы бармайды. Юридуна ан ябқау бил мадинатил мунавварати ли яхфазул Құр'ан ал-Карима. Олар осында Нұрлы Медина қаласында Құран кәрімді жаттау үшін қалғысы келеді. Ва ахаватука, ал сенің қарындастарың, хунна айдон лан ядхабна илал хинди фи хазихил утлати, олар да осы демалыста Үндістанға бармайды. Юридна ан ядхабна иля Макката ауалан ли атамирна ва ябқайна хунака шахран инда халатина. Олар Меккеге біріншіден умра жасау үшін, және ол жақта біздің нағашы тетеміздің қасында бір ай қалу үшін барғысы келеді. ثم سيذهبن إلى الرياض لزيارة عمنا الذي يعمل في أحد المصارف هناك. Кейін Риядқа, онда банктердің бірінде жұмыс жасайтын көкемізді зиярат ету үшін барғысы келеді. Риядқа. أتعرف أحدا من الطلاب الهنود يذهب إلى الهند في هذه العطلة؟ Осы демалыста Үндістанға баратын үндістандық оқушылардың бірін танисың ба? Сами'ату анна талибан хиндиян исмуху Халидун сайязхабу илал хинди қарибан. Мен Халид есімді үндістандық бір оқушының Үндістанға баратын, жақында баратын естідім. Наам, ана а'рифуху яминун таниман, хуа сайязхабу фил усбу'ил муқбили, валакиннаху лан ярджи'a. Яминун таниман, ол келесі апта барады, алайда ол қайтып келмейді. Лима, неге? Лианнаху маридун ва сайабқа фил хинди лил илажи. Өйткені ол ауырып жатыр, және Үндістанда ем алу үшін қалады. Атарифу Джа'фаран, Джа'фарды білесің бе? Наам, а'рифуху яминун таниман. لكنه من باكستان، على باكستان. يمكنه أن يشتري هذا الكتاب من باكستان، فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباكستان. Оған ол бұл кітапты Пакистаннан сатып ала алады, өйткені урду тіліндегі кітаптар Индияда да, Пакистанда да бар. Ашкурука я Айюбу, джазакаллаху хайран. Рахмет саған, я Айюб, джазакаллаху хайран. Білесіздер, Алла Тағала жазаңды жақсылықпен берсін. Саадхабу илайхи ана, мен оған қазір барамын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Түсінікті, ва алейкум ассаламу фи аманилахи. Алланың амандығында. Тамарину жаттығылар. Аджиб анил асилатил атияти, келесі сұрақтарға жауап бер. Бұл сұрақтарға білесіздер, жазбаша түрде жауап беру керек. Диалогқа қарама, кейін қарап тексересіздер өздеріңіз. Айна юриду Айюбу ан язхаба фи утлати сайфи. Айюб жаз демалысы қайда барғысы келеді? Айна я'малу халуху, оның нағашы көкесі қайда жұмыс істейді?
لماذا يريد إخوته أن يبقوا بالمدينة المنورة؟ оның бауырлары не үшін нұрлы Мединада қалғысы келеді? لماذا تريد أخواته أن يذهبن إلى مكة؟ оның қарындастары не үшін Меккеге барғысы келеді? لزيارة من يذهبن إلى الرياض؟ кімді зиярат ету үшін риядқа барады? صحيح мәйәлі келесі келген зерттеу. Аяқта енді плюс минус қойып шығамыз. Диалогта ондай сөйлем кездеспеген болса, қате болса минус, дұрыс дәл диалогтағыдай болса плюс. Юриду Амрун ан яштария китабан фарансия минал хинди. Амр француз тілінде кітап Үндістаннан сатып алғысы келеді. Дұрыс дұрыс емес белгісі диалогпен тексересің. Джафарун минал хинди. Джафар Үндістаннан. Лән ярджи'a Халидун лианнаху юриду ан ядруса тибба. Халид қайтып келмейді өйткені ол медицина оқығысы келеді. Ажиб анил ас'илатил атати бин нафи мустa'милан лан. Келесі келген сұрақтарға болымсыз түрде ләнді қолданып жауап бер дейді. Лән дегенімізді қысқаша түсіндіру өтейін, қараңыздар. Болымсыз етістіктерде жалпы мынадай бар. Біз өткен шақтан бастайық. Міне, ма захаба. Ол бармады. Бұл жай ғана ол бармады. Енді осының күшейтпелі формасы ләм язхаб. Мынау өткен шақта, мынау да өткен шақта. Айырмашылығы мынаның мағынасы күштірек. Араб тілінде жалпы өзі сөздер, сөйлемдер күштірек болып бөлінеді. Ләм язхаб бұл күштірек формасы. Мысалы, Ықылас сүресінде ләм ялид ва ләм юлад деп келеді. Ләммен келеді. Ма мен емес. Ма валада ва ма вулида демейді. Ләм ялид ва ләм юлад, тумады да туылмады. Ләммен келді, мағынасы күштірек. Мүлдем тумады, мүлдем туылмады деген мағынада. Адамның ойына ондай сұрақ тіпті келмесін деп соны күшейтіп айтады. Одан кейін осы шақта міне ла язхабу. Ла язхабу жалпы бармайды. Әдетінде жоқ нәрсе, жалпы бармайды. Дәл қазір бармауы мүмкін, алдағы уақытта да бармауы мүмкін, жалпы бармайтын адам болуы мүмкін. Ал мәмен айтатын болсақ, ма язхабул ана дейтін болсақ, дәл қазір ғана бармайды. Бірақ одан кейін баруы мүмкін. Кейін бізде қазір өтіп жатқан лән бар. Лән язхаба фатхамен. Лән язхаба. Енді көпше түрін алайық. Міне. Ма захабу. Ләм язхабта. Ләм язхабу. Нун түсіп қалады. Ла язхабуда нун бар. Ла язхабуна. Так. Лән язхабуна. Нун бар. Так, мына жақта ма язхабуна ал-ана. Ал ләнда дәл ләм секілді нун әрпі түсіп қалады. Лән язхабу. Мынау мен, мынау бірдей. Так, ма захабу өткен шақ. Ләм язхабу нун әрпі түсіп қалды. Наяқта да лән язхабу нун әрпі түсіп қалды. Жекешесінде сукун, мына жақта фатха. Көп жерлерде нун әрпі түсіп қалады. Мына болымсыз түрлерінің осындай болымсыздың осындай түрлері бар. Жаттап алыңыздар, мән беріңіздер. Так, енді сұрақтарға жауап береміз. Лаж барынша жазбаша түрде жауап беріңіз. Болмаса видеоны паузаға басып өзіңіз жауап бересіз ауызша, кейін жалғастырып тексеріп отырамыз. Атазхабу иля баладика фи утлати сайфи. Еліңе жазғы демалыста барып отырасың ба, барасың ба? Ла ана лан азхаба иля балади фи утлати сайфи. Жоқ, мен жазғы демалыста еліме бармаймын. Атазхабуна иля ал-мал'аби хада ал-масаа я ихвану. Ойын алаңына осы бүгін кешке барасыңдар ма, я бауырлар? لا نحن لن نذهب إلى الملعب هذا المساء. لن نذهب. أيذهب زملاؤك إلى المتحف غدا يا علي. Senin sınıftaşların müzeye ертең барады ма, ya Ali? La,
hum ya zumalai hum lan yadhhabu ila al-muthafi ghadan barmaydi. Atal'abuna kuratal qadami hadha al-masa'a ya ikhwanu? Futbol bugun kechga o'ynaysizlarmi ya bavurlar? La nahnu lan nal'aba kuratal qadami hadha al-masa'a. Bugun kechga o'ynaymiz. Ayarji'u al-mudiru min Jiddata ghadan ya ustadu? Direktor Jiddadan ertaga qaytib keladimi ya ustoz? La huwa lan yarji'a min Jiddata ghadan. Ta'ammal adawat an-nafi al-atiyata. Келесі келген болымсыз түрдің адават қосымшаларын, частицы деген мағына, орысша қосымшаларын зертте. Мына қосымшалар. Ма, ла, лан. Болымсыз түрдің мынада келесі қосымшалар бар. Захабту иля суқи амси. Мен кеше базарға бардым. Енді осыны болымсыз түрде айтамыз. Ма захабту бармадым. Ма захабту иля суқи амси. Кеше базарға бармадым. Азхабу иля суқи кулла яумин. Жалпы айтып отыр. Қазір емес, алда уақыт емес, жалпы барып тұрады. Мен базарға күнде барамын. Енді ла азхабу иля суқи кулла яумин. Мен базарға күнде бармаймын. Аптасына бір рет бір мәртебе деген секілді. Сазхабу иля суқи ғадан. Мен базарға ертең барамын. Нақты. Лан азхаба иля суқи ғадан. Мен ертең базарға бармаймын. اقرأ الأمثلة الآتية. келесі мысалдар зерте. لن أذهب إلى قرية في عطلة الصيف هذا العام. Так. Осы жылы жазғы демалыста мен ауылыма бармаймын. Лан أذهب. إني متعب جدا. Мен қатты шаршап шалдығып тұрмын. Өте. فلن أخرج من البيت اليوم. Сол себепті бүгін үйден шықпаймын. لن أترك الصلاة أبدا. ешқашан. Мен намазды ешқашан тастамаймын. قال المدرس لن أسمح لكم بالدخول بعد بدء الدرس في المستقبل. Оқытушы айтты, мұғалім, мен сендерге сабақ басталғаннан кейін алдағы уақытта, болашақта кіруге рұқсат бермеймін. لن أحلق لحيتي أبدا. Сақалымды ешқашан алмаймын, қырмаймын. لن يرجع أبي من مكة قبل رمضان. Менің әкем Меккеден Рамазаннан бұрын қайтып келмейді. لن نشرب الخمر أبدا. Арақ ешқашан ішпейміз. قال اليهود لموسى عليه السلام. Яһудилер Муса айтты алейхиссалам: يا موسى استعيذ بالله يا موسى لن نصبر على طعام واحد. Немесе لن نصبر على طعام واحد. Ей Муса, біз бір тағамға сабыр етпейміз. كما جاء في سورة البقرة. Бақара сүресіне келгенде قال النبي, пайғамбар айтты саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман лабисал харира фи дуния фалан ялбасаху фил ахирати." Кім дүниеде, осы дүниеде, осы өмірде жібек киетін болса, ол ахиретте жібек оны кимейді. Равахул Бухари, оны Бухари риуаят етті. "Адхил лан аля ал-аф'ал ал-атияти вадбит авахираха." Ланды келесі еттерге кіргіз, және оның соңғы харекетін қойып шық. "Яхруджу лан яхруджа." Тактубина лан тактуби. Яшрабуна лан яшрабу. Нун түсіп қалады. Наяқта нун түсіп қалады. Наяқта фатха. Лан. Лан яғзилна. Бұл өзгермейді. Хунна min антунна. Әйелтегін көпшелері өзгермейді. Лан яғзилна. Немесе лам болса да лам яғзилна қалады. Адхулу лан. Нун мен лан адхула. Тафтахна антунна. Лан тафтахна өзгермейді. Таъкулина Анти лан таъкули. Нун түсіп қалады. Таджлису лан таджлиса. Хия немесе анта. Ал-калиматул джадидату. Жаңа сөздер. Асифун, кешіріп сұраймын. Сифаратун, елшілік. Амун, жыл. Хиндиюн, үндістандық. Хымрун, арақ. Маужудун, бар. Мут'абун, шаршап шалдыққан. Харирун, жібек. Ад-дуния, дүние. Ал-ахирату, ахирет. Мустақбалун, болашақ. Келер шақ. Бадун, басталу. Ахадун, бір. Абадан, ешқашан. Лабиса, елбасу, кию. Собаро, сабрету. Тарвака, таркету. Тастау. И'тамара, умрашсу. Умратун, бұл умра. Меккеде салатын. Так. Ад-дарсул 20, 20-шы дәріс, осымен 19-шы дәріс аяқталды. Келесі дәрісі кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.